династияның тарихы 1953 жылдан бастау алады. Жүнісбек Әбдеш отбасымыздың алғашқы энергетигі. Ол осы 1953 жылы еңбек өтілімін Әшса электр жүйелері бөлімшесінен бастады. 1965 жылы Созақ аудандық электр жүйелері мекемесіне электр слесарь қызметіне ауысып, осы мекемеде 1997 жылға дейін үздіксіз қызмет атқарды. 44 жыл еңбек өтілімімен құрметті зейнеттік демалысқа шықты. 15-тен аса жас мамандарға тәлімгер болды. Осы еңбек еткен уақытында бірнеше мәрте мемлекеттік орден, медальдармен марапатталды. Ауылдық советтің депутаты болып сайланды. Энергетика династияның басшысының ұлы Қанат Жүнісбек. Еңбек өтілімін 1993 жылы Шолаққорған электр жүйелері бөлімшесінде қызметінен бастады. Осы бөлімшеде 2006 жылға дейін реле қорғаныс және автоматика электромонтері инженері және шебері қызмет атқарды. 2006 жылдан осы уақытқа дейін Кегок акционерлік қоғамының оңтүстік жүйеаралық тораптары филиалында Кентау аумақтық электр тораптарына қарасты Шолаққорған 220 киловольтты қосалқы станциясында кезекші электромонтер қызметін атқаруда. Бірнеше жас маманға тәлімгер болды. Еңбек ету кезеңінде бірнеше мәрте құрмет грамоталарымен марапатталды және бірнеше мәрте кәсіби шеберлік жарыстарының жүлдегері болды. Электростанция бұл жер электроэнергия алатын жер. Және де бұл энергиялар күн, жер, судан алады. Содан өндіреді бәрін. Және де біздің ауылымызда Кегоктың техникалық безопасностьта жазылып тұр тәжірибе. Бұл жерде біздің Шолаққан ауылымыздағы электростанция схемасы бүтін жазылып тұр. Осы жерде 9 жылғы станцияда жүріп, мына жерде диспетчер отырады, яқта телефон звонок түседі, өзі осы жерде жауап береді. Және де яқта схема жазылып тұрады. Осының бәрі схема егер де ақау шыққанса, яқтан дұрыстап реттеп шығады. Сосын барып сырттағы мына жердегіні реттейді. Мына жерде нелер бар. Осы жерде реттеп ашып істеуге болады. Және мына жерде аппараттар тұрады. Яқта ол жазылып тұрады. Егер де ақау шықса, осы жерінде дұрыстауға болады. Есікті ашып реттеуге болады. Оған қазір топ тұрады, өткенде ол жерде ақау шығып кетуі мүмкін. Егер де біреу кеп біреуді ашып қалса, ақау шығады.